Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен лекция оқимын. Бүгін бізде 8-ші лекция. Лекцияның тақырыбы қазақтың ұлттық киімдері. Осы тақырып аясында төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, қазақтың ұлттық киімдері жайында мәлімет береміз. Екінші, қазақтың ұлттық киімдерінің жіктелуі. Үшінші мәселе, қазақтың ұлттық киімдеріне байланысты ырымдар, тыйымдар және ою өрнектер. Жастардың эстетикалық тәрбиесін дамытатын ұлттық мазмұнды құралдардың бірі қазақтың ұлттық киімдері. Қазақтың ұлттық киімдеріне қастерлеу, әрі келер ұрпаққа мұра етіп қалдыру елдің есейгенін, оның өскелең өмірін көрсетеді. Ұлттық киім халқымыздың мәдени тарихи өмірінде алатын орны ерекше. Себебі қазақтың ұлттық киімі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан, елдің ғасырлар бойы қалыптасқан эстетикалық талғамын сәндікке, үйлесім бірлігіне, көркемдікке ұмтылған жасампаздылығы және шығармашылығының озық жетістіктерін бойына сіңіре білген құнды дүние. Кез келген адамға тамақ өнімдерінен кейінгі ең қажетті бұйымы оның киімі. Сонымен қатар киім адамды моральдық және рухани жағынан ашатын құбылыс. Қазақ халқында киім киюдің өзіндік салт дәстүрі, әдеті болған. Яғни қазақ халқы киім кию үрдісіне қарай оның жас ерекшелігін, оның қоғамдағы орнын, қызметін айқындап отырған. Қазақ халқында бала туғанда алғаш киетін киімі иткөйлек деп аталады. Ырымшыл халқымызда баланы қырқынан, яғни туғаннан 40 күн толғаннан кейін өткізілетін салт дәстүрде оның көйлегіне тәтті үйіп, иттің мойнына байлап жіберетін дәстүр бар. Балалар итті қуып жүріп ұстап, мойнындағы ит көйлекті шешіп алып, түйілген тәттісін бөліп жейді. Яғни ит көйлек аталудың себебі де содан. Адамзат мәдениетінің қалыптасуы жалпы халықтың, қоғамның даму деңгейін өлшейтін критерий десек, сол адамзат суықтан, табиғи қатерден сақтану, қорғану үшін тәнін жабудан бастап жаңа үлгідегі сәнді киім киінуге дейінгі ұзақ тарихи мерзімдік дамуды басынан өткізді. Киім адамның дене бітіміне, жасына сай жасау эстетикасы, адам денесіне сәнділік енгізу арқылы оның тұлғасына асқақ образдық көріктілік пен рухани қанағаттану мен сезімдік қуаныш әкеледі. Бұған орай өте бойдақ, өз ойын жарасымды киіну адамның сыртқы бейнесін ажарландырумен бірге оның ішкі жан дүниесінің сипатын да аңғартатынын айтады. Қазақ халқының ою өрнек әшекейлері де ұлттық киімдерімізде кеңінен кездесіп отырады. Сондықтан қазақ өрнек әшекейлерін зерттеушілер қазақ халқының киім үлгілері мен оның әшекейлеген ою өрнек мәнеріне үлкен мән беріп отырған. Қазақ киімдерінің түрлерін жинау, үлгі өрнек мәнеріне ғылыми тұрғыдан зерттеген. Презентацияда көріп отырғандай, ұлттық киімдердің өзі пайдалану ерекшеліктеріне қарай күнделікті киімі және сәндік киім болып бөлінеді. Ал қазақ халқының ұлттық киімдері жыл мезгіліне байланысты қыстық, маусымаралық, жаздық және күздік болып бөлінеді. Және ұлттық киімдеріміз жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай сәби киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, келіншек киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі және ақсақал киімі болып жіктеледі. Ерлердің, ал бас киімге келетін болсақ, ерлердің бас киімдері бөрік, тымақ, малақай, қалпақ, тақия болады. Ал әйелдердің бас киімі кимешек, жаулық, бөрік, сәукеле, тақия болады. Презентацияда көріп отырғандарыңыздай бірінші суретте бізде тымақ
аң мен мал терісінен жасалған қыстық бас киім болып табылады. Ал қасаба дегеніміз қымбат матадан тігілетін қыздардың бас киімі. Суретте, яғни қыз балдардың және ер балдардың бас киімдерін, сонымен қатар тақияларын көріп отырсыздар. Презентацияда сіздер ер кісілердің тақиялары, яғни ерлерге арналған тақиялардың кестелісі де, кестесіз де болатынын көріп отырсыздар. Яғни олар бұл ұлттық киімдерді, яғни бас киімдерді күнделікті киюіне байланысты және белгілі бір мерекелерде киюіне байланысты әшекейленіп отырған. Сонымен қатар осы бас киім арқылы біз лауазымды адамдардың сән салтанатын көріп отыратын болғанбыз. Мысалға, мына суретте көріп отырғаныңыздай, бұл мұрақ, лауазымды адамдар сән салтанатына киетін қалпағы. Ал мынау қыздардың тақиялары, ер балдардың тақияларынан қарағанда бұл жерде үкі тағылады, болмаса түрлі тастар, кестелермен әшекейленіп отырады. Киімнің негізгі түрлері бұл, яғни бас киімдер, сырт киімдер, іш киімдер және аяқ киімдер. Бас киімдерді сіздер жоғарыда көрген болатынсыздар. Іш киімдерге бізде жейде, көйлек, дамбал, шалбар, бешпент, камзол, жилет жатады. Ал сыртқы киімдерге шапан, сырмалы шапан, тон, ішік, шиде жатады. Аяқ киімдерге мәсі, кебіс, әйел етігі, ерлер етігі жатады. Презентацияда көріп отырғандарыңыздай, бұл қыз баласының киімі, қыз киімдері қынамалы, кеуде тұсы мен жаға жеңі кестелі, көйлектері қос етекті, бас киімдері үкілі, моншақты, аяқ киімдері биік өкшелі, ыңғайлы және қай киімі болса да алтын, күміс, меруерт моншақтармен әшекейленген. Жалпы қазақтың ұлттық киімдеріне байланысты ырымдар мен ою-өрнектерге келер болсақ, ұлылығы мол, ұлағатта жетерлік ұлттық киімдердің кез келген көзге көрікті, көңілге қонымды ететін нәрсе бұл әшекей. Қазақ өмірін терең зерттеген зерттеушілер қазақтар бейне бір оюлар мен өрнектер арасында өмір сүретіндей деп жазған. Қазақтардың өз өмірін бұлай безендіруі олардың көңілді өмірге құштар және жаны нәзік халық екенін әйгілеп тұр. Зерттеушілер қазақ ою-өрнектерін 4 топқа жіктеген. Яғни бұл 4 топтағы ою-өрнектерді өздерінің күнделікті тұрмыстағы заттарына, сонымен қатар киімдеріне әшекейлеп отырған. Бірінші топтағы бұл жан-жануарлар әлемнен алынған ою-өрнектер. Көшпелі халықтар негізінен мал шаруашылығымен айналысқан. Мал шаруашылығымен айналысқандықтан олар оюларды өзінің осы күнделікті тұрмыстағы мал шаруашылығынан сипаттап көре білген. Оюларды түйе, жылқы, бүркіт, сұңқар, бөрі және басқа да кейбір белгілер бар бөліктерін пайдаланып отырған. Мысалға, мүйізі, табаны, өркеші, тұмсығы, ізі, құйрығы кездесетін болған. Осыған байланысты қазақ халқында қошқар мүйіз оюы бар, қос мүйіз оюы бар, бұғы мүйіз оюы бар, сонымен қатар ат бас оюы бар, тышқан ізі оюы бар, төрт құлақ, өрмекші, қарға тұяқ, омыртқа секілді ою-өрнектері бар. Екінші тобы бұл ғарыш сипаттағы оюлар. Кең дала төсінде аспан ғажайып болып көрінген көшпелі халық үшін. Көшпелі халық сол қиялдарды өздерінің тұрмысындағы заттарды жасауға немесе безендіруге пайдаланған. Ғарыштық оюлар негізінен әлем, аспан, күн, ай, жұлдыз, бүкіл кеңістік құрайды. Яғни қазақ халқы өзінің киімдерінде осы жұлдыз, күн, ай секілді оюларды кеңінен пайдаланып отырған. Үшінші тобы бұл геометриялық ою-өрнектер. Геометриялық ою-өрнектерде қазақ халқының салт дәстүрінде, жалпы өнерінде көптеп кездеседі. Оны барлық ұлттық киім түрлерінен
көрсек болады. Әсіресе ою өрнектермен бір-бірімен қиюластыруда кеңінен қолданылып отырады. Төртінші ою өрнек тобына біз өсімдік тектес оюларды жатқызамыз. Бұл ою түрлері екі топқа бөлінеді: негізгі және жанама түрлері. Негізгі дегеніміз, яғни бұл жерде бүтіндей бір ағашты, немесе алмагүлді, масақты, шырмауықты, қызғалтақты пайдалануы болып табылады. Ал жанама дегеніміз ол тек қана өсімдіктің бір бөлшегін ғана пайдалану. Қазақ халқы өсімдікті көбінесе тойларға, жас түскен келіндерге, жас жігіттерге пайдаланып отырған. Оның бірден бір себебі өсіп өнсін, көбейсін деген мағынада болып отырған. Қазақтың ою өрнектері белгілі бір мағынаға ие барлығы. Яғни әр ою өзінің бір себебімен белгілі бір мақсатта өрнектеліп отырған. Мысалға, қошқар мүйіз өрнегінің қорғаныштық мазмұнымен бірге мал басының молаюын білдіретін болған. Яғни малдың көбеюі. Ал енді көбею, өсу символы бұл ромб және үшбұрыш пішіні тектес ою өрнектер болған. Ал көкөністердің өрнегін бейнелеу өзінен тарайтын ұрпақтың көп болуын тұспалдайды. Сондықтан да ою өрнектің бұл ырғақтары той томалақтарда, сәукеледе көп ұшырасып отырады. Қазақтың киімді солға қаусырынатын, шалғайына, етек жеңіне оқа тігетін, кимешектің өңіріне, жақтауына кесте жүргізетін, сәбидің қыз баланың сал серінің бас киіміне үкі қадайтын дәстүрі о баста табиғаттың тысқары пайымдауға сыя бермейтін сиқырлы сұғанақ күштердің, дәлірек айтқанда жын перілердің салқынынан бойына тартып, бәле-жаладан, ауру сырқаудан сақтайды-мыс деген көне түркі қыпшақ заманынан туған дәстүр. Яғни жас түскен келінге үкі тағу, болмаса кішкентай нәрестеге үкі тағу, сал серлердің үкі тағуы осы ырымдардан қалған дәстүр болып табылады. Қазақ халқы киімінің түсіне де өте үлкен мән берген. Әр түстің өзінше нышандық мәні болған. Мысалы, жас қыздар көбінше ашық жарқын қызыл түсті, сары түсті кеңінен пайдаланып отырса, ал көк түс бұл ер азаматтардың, жас жігіттердің пайдаланатын түсі болып отырған. Яғни қазақ халқының әдет ғұрпында, салт дәстүрінде киімнің түсінің өзі де белгілі бір орын алады. Ұлттық киім халықтың эстетикалық мұраттары мен адамдардың қоршаған ортадағы әлеуметтік айырмашылықтарының көріністік бейнесі ретінде және ұлттық көркемдік стильдің негізгі даму заңдылықтарына бағына отырып дамиды. Қазақтың ұлттық киімі негізінен этнографиялық, тарихи, өнертану тұрғысынан зерттелді де, басты назар киімнің шығу тарихына, ерлер мен әйелдердің жасына, әлеуметтік ортадағы орнына және киім үлгілерінің құрылысы мен сән аспектілеріне ерекше мән берілген. Бұған Захарова, Ходжаева, Ғалымбаева, Коновалова, Марғұлан, Арғынбаев, Асанов, Жәнібеков, Құралов, Есмаханова, Ботабаева секілді ғалымдарымыздың еңбектерін айта аламыз. Қорыта айтқанда, қазақтың ұлттық киімнің көптеген элементтерінің, сән үлгілерінің бүгінге дейін сақталуы, қазіргі киімде олардың шеберлікпен өңделіп пайдалануы, халықтың әсемдік туралы таным үдерісі мен эстетикалық талғамның көркемдік дәстүрдің тұрақты екенін дәлелдейді. Киім композициясының үйлесімінде киім пішіні, материалын таңдау, әшекейлеу үдерісінің адамның жасына, қоғамдастықтағы орнына, қоршаған табиғи ортамен зергерлік әшекей бұйымдармен үндестіріле жасау логикасы қазақтың сән өнеріне деген эстетикалық мұраттың басымдылығын, талғамның жоғары екенін танытады. Қазақтың ұлттық киімдеріне тек сахна шеберлері,
ұлттық мазмұндағы кинофильмдер үшін дайындалып келгені белгілі. Бірақ қазіргі таңда ұлттық нақыштағы киімдер жастар арасында да, қоғамда да кеңінен қолданысқа ие болып дәріптеліп жатыр. Бұл жерде ұлттық болмыстың сақталуына баса назар аударып, қадағалап отырған ғалым, этнограф, өнертанушы, мемлекет қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтің де еңбегі зор десек болады. Қазақтың ұлттық киімдері бойынша сіздер Өзбекәлі Жәнібековтің «Қазақ киімі» атты альбомын көріп пайдалансаңыздар болады, сол жердегі үлгілермен таныссаңыздар болады. Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық киімдері бойынша құрастырған Қиянат пен Сужикованың еңбектерін және төмендегі көрсетілген презентацияда ұсынылып отырған әдебиеттерді пайдаланып көрсеңіздер болады осы тақырып аясында. Құрметті білім алушылар, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.